Қарағанды көгінде күй күмбірлеген күн. Кеше қаламызда күй фестиваль өтті. Онда еліміздің түкпір-түкпірінен келген жас өнерпаздар бақ сынасты. Ұлттық мұраны мадақтап жүрген күйшілер мен қасиетті қара домбыраның құдіретіне бас игендер турасында. Қазақ халқының мұрасы мәңгіргел кітаптар сериясының авторы Нұржан Сұршаулы күй мұрасын зерделеу барысында түкпір-түкпірдегі қазақ халқының күй өнеріне тереңінен үңілуге тырысқан. Бүгінгі күй фестивалі барысында Батыс Қазақстанда, оңтүстік өңірде қанатын кеңге жайып орталықтаса елеусіз жүрген күйлерде орындалмақ. Алғаш рет ұйымдастырылып отырған күй фестивалі жалпы атауы қазақ халық күйлерінің фестивалі деп аталады. Бұл қазақ халық күйлерінің фестивалі жалпы мақсат міндеттері осы Қазақстанда белгілі бар күй мектептерінің мұрасын насихаттау. Бүгін мысалға бағдарламамызға қарайтын болсаңыздар, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, жалпы Шертпе, Төкпе күй мектептерінен жаңағы күй мұралар тартылатын болады. Оның ішінде мысалға биыл Аққыз күйшінің мерейтойлық жылы, соған байланысты Аққыз күйшінің мұрасынан күй тартылатын болады. Биыл өзі тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы, одан кейінгі мынау тәуелсіздік алуымызға негіз болған, соған атсалысқан қоғам қайраткері, ұлт қайраткері Әлихан Бөкейхановтың туғанына 150 жыл. Міне солардың құрметіне, жалпы тәуелсіздігіміздің құрметіне мысалға Махамбеттің Жұмыр Қылыш сынды күйлері, содан кейін жалпы қазақтың ең бір тартымды деген күйлер тартылатын болады. Бүгінде Ұлы дала елі бағдарламасы аясында ұлттық спорт, ұлттық дәстүр, басқа да құндылықтар жаңа сипат алып жетіліп келеді. Соның бірі шертпе күй. Шертпе күйдің негізін жоғалтпай, мәйегін сақтап қалуға зор үлес қосқан Қуаныш Мақсұтов қазақ күйін дамытудағы әр қадам үлкен жетістік екенін айтуда. Біз нағыз күйдің өзінің мәйегін, ұлттық қазаққа тән мәйегін жоғалтпамыз керек. Өйткені күй тек қана қазақта бар. Қазақты танытатын оның домбырасы, әні, күйі, оның этнографиясы мен оның мәдениеті. Сондықтан да бүгінгі шара бұл ізгі шара, бұл үлкен қолдауға жететін шара, бұл өте қуанышқа, жақсылыққа жетелейтін шара. Жастардың бұл бастамасы, жас отанның осындай үлкен іске бет бұрғанын мен қатты қолдаймын. Екінші жағынан тағы бір ескеретін нәрсе, бүгінгі ұрпақ көз ашық көкірегі ояу, өзінің бір мақтаныш тұтатын ұлттық құндылықтарын бәрібір іздейтін болады. Елбасы айтты ғой, халық пен биліктің арасында бір ашық көңілмен келісім, жарасым болу керек дейді. Ол үшін ең алдымен мәдениет болу керек, ұлттық құндылықтар болу керек. Сонан кейін барып біз ұрпақты қандай уақытта болмасын елінің патриот жасай алатынымызға мен сенемін. Ұйымдастырушылардың сөзінше бұл шараны уақыт өте келе дәстүрге айналдырып, ауқымын кеңейтуде жоспарда бар. Атадан қалған мұраны балаға жеткізу біздің қасиетті борышымыз дейді мұндағылар. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Дмитрий Баракайдос, Садық, 5-ші арна.